Буын аурулары бұл буындарда сүйектердің қозғалмалы жалғанатын жерлерінде пайда болатын қабыну, ауырсыну, ісіну және қозғалыстың шектелуімен сипатталатын аурулар тобы. Олар адамның қозғалу қабілетін төмендетеді. Жиі кездесетін буын аурулары: артрит, буынның қабынуы, жедел не созылмалы; артроз, буын шеміршегінің тозуы; подагра, зәр қышқылының жиналуы салдарынан буынның ісінуі мен ауырсынуы; ревматоидты артрит, иммундық жүйенің буынға шабуыл жасауы; бурсит, буын маңындағы сіңірдің қапшығының қабынуы; травмалар, шығу, созылу, буын сынуы. Себептері: жасы ұлғаю, шеміршектің тозуы; артық салмақ, буынға жүктеме артады; жарақаттар немесе созылмалы күш түсуі; тұқым қуалаушылық, инфекциялар, мысалы ангинадан кейінгі асқыну; зат алмасу бұзылыстары, мысалы подагра; салқын тию, ылғалды ортада ұзақ болу, иммундық жүйе бұзылыстары. Алдын алу жолдары: дұрыс тамақтану, кальций, магний, омега-3 май қышқылдары маңызды; артық салмақтан арылу, тұрақты жеңіл қозғалыс, жүзу, йога, серуен; салқыннан сақтану, буынды жылы ұстау; жарақаттан сақ болу; инфекцияны дер кезінде емдеу, жыл сайын тексерістен өту. Маңызды: буын аурулары уақытында емделмесе, қозғалу қиындап, өмір сапасы төмендейді; ауырсыну, сықырлау, ісіну байқалса, ревматолог немесе ортопедке көріну. Салауатты өмір салтын ұстанып, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Достарыңызға таратыңыздар.